А сынып оқушысы Доғдырәлі Медина Махаббатқызы. Мен оқуға құштар мектеп жобасы аясында өзімнің оқыған Ғабит Мүсірепов «Ұлпан» кітабын сіздерге ұсынамын. Романында басты кейіпкер Есеней батыр. Есеней батыр қалың керей-уақтың билігін қолында мықтап ұстаған ауылдың аузы дуалы атақты байы. Есеней батыр жас кезінде найзагер және де жауынгер де атанған. Бір күні Есеней батыр өзінің досы Артықбаймен бірге жылқыларын қаптата жайып келе жатқан кезінде алдыларынан Ұлпан есімді бір қыз бойжеткен шығады. Және де Ұлпанның киінгені ер жігіттікіне ұқсайды. Сондықтан да Есеней батыр Ұлпанды ер жігіт екен деп ойлап қалады. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін Ұлпаннан сөзден жеңіліп, оған айып төлейді. Ұлпанды Есеней батыр өзіне ерекше тартып жақсы көреді. Сөйтіп Есеней батыр Ұлпанды жақсы көріп қалып, оны екінші әйелдікке алады. Бірақ Ұлпан Есеней батырдан 40 жасқа кіші еді. 10-15 жыл өткеннен кейін Ұлпан Торғай өзіне бауыр басып қалады. Өзінің туған жері сияқты жақсы көріп кетеді. Және де халқына да қамқор болады. Барлық халық Ұлпанды өзінің анасындай жақсы көріп кетеді. 9 жыл өткеннен кейін Есеней де қайтыс болады. Есеней батырдан қалған жалғыз қызы Бижікенді Ұлпан өзі сияқты ақылды, парасатты ер жігітке тұрмысқа береді. Ол жігіттің есімі Торсан болады. Торсанды Ұлпан өзіне күшік күйеу етіп алады. Бірақ Торсан Ұлпан ойлағандай болып шығады. Ұлпанның күнін күн қылмайды. Ұлпанның барлық байлығын өзіне тартып алады. Оған шыдай алмаған Ұлпан, осы маған істеген істерімнің бәрі сенің өзіңе келсін деп қарғыстап, өз-өзін өшіп өлтіреді. Сол уақыттан кейін біраз уақыт өткен Торсанның үлкен ұлы Шоқан қайтыс болады. Себебі өзінің болыс әкесі Торсанның мінезіне оның зұлымдығына шыдай алмай, өз-өзіне пышақ салып өледі. Біраз уақыт өткеннен кейін 1920 жылы Торсан да қайтыс болады. Торсан қайтыс болғаннан кейін Торсанның әулетінің шаңырағы шайқалып, бәрі жан-жаққа қаңғып кетеді. Бұл роман өте қызықты роман. Мен сіздерге де оқуға кеңес беремін.